Сәлем достар, бүгін біз шакшука дайындаймыз. Менің ең сүйікті таңғы астардың бірі болып есептеледі. Видеоны көре тұра арнама тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Рахмет. Ең алдымен біз майды табаға құйып қыздырып аламыз да майдалап пиязды тураймыз. Қызанақты, тәтті бұрышты және сарымсақты үлкенде қылдырып турап, май қызғанда пиязды салып қуырамыз. Мен бұл көкөністерді шырыны шықсын деп блендермен араластырамын. Егер де сізде блендер болмаса, сіз үкіш арқылы майдалатуыңызға болады, немесе жай майдалап турауыңызға болады. Бұл тағамға міндетті түрде тәтті бұрыш, қызанақ және сарымсақ қажет. Егер де осы ингредиенттердің бірі болмаса, шакшукамыз басқаша болып шығады. Аскөкті майдалап турап қоямыз. Бұл бізге шакшука дайын болғанда қажет болады. Қуырылып жатқан пияздың үстінен дайын болған массаны саламыз да бірге баяу отта қуырамыз. Қызанақтың қышқыл дәмін қант салып кетіруге болады. Мен бір қасық қант саламын. Зира немесе сол сияқты дәмдеуіштер салуға болады, бірақ мен бүгін тек қана тұз және бұрыш салдым. Баяу отта қуырылып жатқан көкөністердің үстінен бір-біртіндеп жұмыртқаны саламыз. Шакшука дерлік дайын болып қалды. Енді табаның қақпасын жауып 5-7 минут баяу отта қуырамыз. Бұл тағамға міндетті түрде нан қажет болады. Мен сізге нанды тостерде немесе границада қыздырып алуға кеңес беремін. Сонымен шакшукамыз осылай дайындалады. Өте тез, оңай және өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше және астарыңыз дәмді болсын.